Шымкентте көп қабатты үйлердің алды жайма базарға айналды. Заңсыз сауда берекемізді қашырып бітті деген тұрғындар мәселені айтып жергілікті полицияға да арызданған. Алайда құзырлы органның жабайы сауданы тоқтатуға әзірге құлқы жоқ сыңайлы дейді мамандар. Шымкенттегі 1 май көшесінің тұрғындары 8 жылдан бері жабайы саудадан әбден мазамыз қашты дейді. Көп қабатты үй алдындағы жайма базар жаз шыққалы тіпті көбейеді екен. Баламызды далада ойнатудан қалдық деген шымкенттіктер бұл бассыздықпен күресетін басшылықты әзірге таппай отырмыз деп қапалы. Лет 8 назад. Бұл жайма базардың берекемізді қашырғанына 8 жыл болды. Жаздың күні тіпті тыныштық жоқ. Түнгі 12-ден келіп алады да айғай шудан көз ашпаймыз. Тыныштығымызды алғаны бұлай тұрсын, есік алдын бықсытып кетеді. Үйіміздің алды тынығатын жер емес, кәдімгі қоқыс алаңы сияқты. Жайма базарда негізінен қолданылған заттар сатылса да, оны алатын халықтың қарасы аз емес. Сатушылар шыжыған күннің астында жетіскеннен отырған жоқпыз дейді. Орын жоқ, базарда бермейді, ар тұр, бер тұр дейді. Әзгені табарыңызбен оны ақтай алмайсыз, оның несіні, арендасыны. Айнымай төлеп тұру керек, амалсыз енді отырмызда. Ал әкімдік өкілдері болса, жабайы саудамен күресті 3 жыл бұрын бастағанбыз деп ақталып шықты. Бірақ заңсыз сауданы сол күйі толық жоя алмаған. 2019 года мы 2019 жылдан бері осы мәселені шешкіміз келіп жүр. Заңсыздықты тоқтату үшін адамдармен түсіндірме жұмыстарын да жүргіздік. Қайта сауданың ауқымы бұрынғыдан кішірейді. Бұрын 300-400 адам зат сатуға келсе, қазір ол 100-ге азайды. Ары қарай да жұмыс істей береміз. Шымкенттік шенділер заңсыз саудагерлерге түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз деп ақталды. Полицейлер келіп қуған да болады, бірақ аз уақыттан кейін саудагерлер орнына оралады. Бұл мысық тышқан ойынның жалғасқанына 8 жылдан асты, қашан аяқталатыны белгісіз. Назерке Күбасова, Елдар Жұмысқанов, Айбат, жаңалықтар қызметі.